Тағы да бір қуанышты жаңалық, біздің арызымыз, жанайқайымыз үкімет басшысының алдына жетіп, адвокаттардың қызметін тексеру, олардың лицензиясынан айыру және қажет болса қылмыстық жауапкершілікке тарту жайлы заң қабылданатын болыпты. Алаяқ адвокаттар көбейді. Министрлік оларды лицензиясынан айыруда. Парламент қорғаушыларды тезге салатын заң қабылдамақшы. Бұл тек менің ғана емес, мыңдаған адамның үміті. Адвокат елдің үмітін сатып, олардың қайғыларын бизнеске айналдыратын болса, онда ол маман емес, ол елге қауіпті адам. Венера Тапаева сияқты заңды аяққа таптап, адамдардың тағдырларымен ойнап жүрген адвокаттар жақын күнде өз жазаларын алып, жауапкершілікке тартылады деп сенемін. Сіз және сіздің жақындарыңыз алаяқ адвокаттардан жапа шегіп жүрген болсаңыздар, онда үнсіз қалмаңыздар. Жазыңыз, айтыңыз, талап етіңіз. Заң барлығымызға ортақ болу керек. Бір адамның үнсіздігі ол бір алаяқтың бостандығы деп біліңіз. Сіз болып, біз болып, осындай елдің үнсіздігін пайдаланып, адамдардың құқығын таптап жүрген алаяқ адвокаттардан елімізді тазалауымыз керек. Бұл ертеңгі болашағымыз үшін үлкен күрес. Видеоны барынша таратыңыздар.